Ескі сарай мен үшін ең сорақы сұрықсыз. Ол сарайда мені кімдер қорламады. Әлі күнге дейін сол бір сарайды көрсем жүрегім дір етіп, өткен күнгі балалық шағымның қорланғаны есіме түссе, өксігімді баса алмаймын. Небәрі жасым 6 жаста еді. Анам мен әкем ажырасып, ана деген аттан садаға кеткір әйел мені бір еркек үшін тастап кетті. Сондағы түрім ұсқынсыз болғаным үшін. Маскүнем әкемнен әлде басқадан жүкті болған анамның жүзі сондай сұлу еді. Өзбек қаны аралас болғандықтан қою қара қасы мен ботадай жәудіреген көздері әлі күнге дейін есімде. Әкемнен ажырасып, бизнесмен еркектің етегінен ұстаған анам мені де ертіп барған. Бәрі есімде. Әлгі еркек мені көре сала, «Мынау точно сенің қызың ба? Неткен сүйкімсіз, ұсқынсыз балаңның көзін құрт. Егер менімен тұрғың келсе», деп қарқылдай күлді. Қорыққан мен анамның көйлегін кішкентай қолдармен қысып, артына тығыла түстім. Көзін құрт деген сөзінен қорқып барамын. Ішінен шыққан мен байғұсты анам қорғайды деп ойласам керек. Әшейінде әкемді төмпешіп ұрып, түгін қоймай ұрсатын анам әлгі еркектің алдында сүмірейіп қалды. Бұл жалмауыздан ертеңі құтыламын. Бүгін таксиге мініп, ауылға апарып тастаймын дегенде жылап жібердім. «Мама, мені тастап кетпеші» деп, мұрным қорсылдап, айтқан сөздерім ақшы өксіктен дірілдеп шығып жатыр. Мені тыңдайтын анам ба? «Өшір үніңді, жылауыңды доғар. Әйтпесе буындырып өлтіремін» деп шымшып жібергені бар ма? Мені сүйрелей такси ұстап 2 сағатта ауылға жеттік. Нағашымның ауылы екен. Негізі мені әкеме тастамады. Олар да мені қуып шыққан. Әкемнің туыстары мені мына сорлыны көшеден әркіммен жатып көрген баласы. Түрі мүлдем біздің әулетке ұқсамайды деп, үйге келген сайын әжем бетіме ойып тұрып айтатын. Сол үшінде әкем сорлы арақ ішіп қоқаңдайды. Содан екеуі ит пен мысық секілді ұрсып ажырасумен, ал мен тірі жетім болдым. Нағашы ағамның қолына тастаған анам менен құтылғанша асықты. Бәлкім артық сұрақтардан қашты. Әлде ағасының мінезінен қорқытым екен, әйтеуір жеңгесінің ет салып қойдым. Отыр, сөйлесейік дегенінде тыңдамай, бізді әкелген таксимен кете барды. Менің жылағаным анама әсер етпейді. Жеңгем ғана жұбатып әлек. Аға мен жеңгемнің отбасында анау айтқандай керемет емес. Менен бөлек балалары бар, бірақ есейіп сыртқа жұмысқа кеткен. Анамның ағасы ішкілікке біршама жақын. Ішіп алса, жеңгемді оңдырмай ұрады. Байғыз жеңгемнің жетіні таяқ. Әйтеуір бет-аузы ісіп, көгеріп жүреді. Мені қорғайтын осы жеңгем мен үшінде таяқтың астына қалады. Ішіп келгенде ағам, «Ана желептің пәленшесі қайда? Өлтіріп тастайын, ол да ертең желеп болады» деп аюдай ақырды. Ол сөзді үнемі естіген мен өлерде қорқып, дыбысымды білдірмей жылайтынмын. Сондай отбасыда өмір сүріп жүргенде сырттағы ағаларым үйленді. Енді ағам қорғайды деп қуанып жүргенде қуанышымыз ұзаққа бармады. Маскүнем әкесінен ұялады екен. Алған әйелі бар жердің қызы болып, ауылға аяқ басқан емес. Ауылға келіп, енесіне бір сәлемін салмаған келініне қатты ренжіді. Ағам анасын қалаға кең сарайына әкетуге келгенде бармады. Көкбет келіннің күңі болғанша алқаш байдан таяқ жеп жүре берейін деп көнбей қойды. Арағына ақша табу үшін нағашы ағам 1 айлық жұмысқа кетіп жүрді. Енді ғана тыныштық орнап, жеңгем де сәл еңсесін көтеріп, ауылдағы клубта еден жуушы болып жұмыс жасай бастады. Бір күні қалаға жұмысқа кеткен нағашы ағам 2-ші қатынды ертіп келді. Арағын қойып тоқал алған түрі. Бірақ тоқалы, «Ей, сен маған кең сарайдай үйін бар дегенің қайда? Мына сасық лашықта тұрмаймын» деп бұрқылдады.
Бұл албастыға сасықла шықты да қимайтынымызды ол сорлы білсе ғой. Сонымен екі көзі тоқалдан басқаны көрмейтін нағашы ағам үйді сатып жіберіп, нағашы ағамның бәйбішесі екеуміз далада қалдық. Нағашы ағамның ұлы қаладан анасын алып кетуге келген. Енді қалада тұрамыз деп, бала болсам да қуанып жүрмін. Бірақ көп ұзамай қаланың қызы бізде қуып шықты. Нағашы жеңгем екеуміз ауылды паналап қайта келдік. Ауылда алыс туыстың құлайын деп тұрған тоқал үйінде паналадық. Туыстарымыздың менімен жаста 2-3 жас үлкен қыздары бар. Ол үйде ол баласы мүлдем жоқ. Бірақ мен сол қыздардан әбден қорландым. Ескі сарай, біз тұрып жатқан тоқал үй. Нағашы жеңгем тамақ табу үшін әркімнің үйін ақтайды. Той болса ыдыс жуатын. Жұмыс жасап, мен байғұсты тамаққа тойдырады. Негізі туыстарым нағашы жеңгеме мына бейбақты шешесіне бер, болмаса балалар үйіне бер, өзің біреудің етегін ұста деп талай рет айтты. Нағашы жеңгемнің қызы жоқ, сол үшін де мені жақсы көреді. Анам мектепке баратында келіп құжаттарымды реттестіріп кетті. Одан кейін көрген емеспін. Ең сорақысы, нағашы жеңгем үйді жиі болмайтынын білетін туыс қыздар біздің үйде ойнаймыз деп үшеуі келеді. Келгенде мені қорлау үшін келеді. Қолымды орамалмен байлап, аузыма нәски тығып, бұтымды шешіп тастайды. Бұны менен 5 жас үлкен қыздың істеп жүргені. Айтсам сенбейсіздер ғой. Сол қыз еркек секілді менің үстіме шығып, үйкеліс жасап, мәз болатын. Ешкімге айтушы болмаңдар, менен таяқ жейсіңдер деп қатаң ескертті. Мені босатқан сәтте жеңешеме айтамын деп жылап қоя бердім. Сол қыз шашымнан сүйреп, еденге итеріп жіберді. Сосын сіріңкені жағып, жамбасымды күйдіріп, осыдан айтатын болсаң, сені осы үйдің сыртынан от жағып өртеп жіберемін. Ешкім білмей қалады. Ол қыз сондай сұсты, одан бәрі қорқады. Мен солай ол бір есерсоқ қыздың айтқанынан шықпай, тіпті үйреніп кеттім. Мен бой жеткен кезімде өте ұсқынсыз болдым. Айналамның бәрі мені жақтырмайды. Кластастарым қатарына қоспайды. Түрім еркекке ұқсайды. Тек әлгі туыс қыз ғана мені жақсы көреді. Жақсы көрмей қайтсын, қалағанын жасап беремін. Лесби болдық. Ол қыз сыртқа оқуға кетсе де мені сағынып тұрады. Келгенде неше түрлі эротика дискі әкеліп, мені үйретті. Десе де мектепте өте білімді болдым. Тұйық әрі барлық пәнді шемішкеде шағып, олимпиадада бас жүлдесіз қайтпайтынмын. Мектепте белсенді болсам да, ешқандай досым сырласым жоқ. Оқудан келген туысыма тек ләззат керек. Бұлай сырласып көрмедік. Солай жүргенде оны алып қашып кетті. Мен мектеп бітіріп, сыртқа университетке оқуға түстім. Сол жылдары нағашы жеңгем ауырып жүріп, аяқ астынан давлениеден құлап, көп ұзамай айырылып қалдым. Анамның орнына ана болған жанда мені тастап кетті. Жаным қатты күйзеліске түсіп, шылым шегуді үйреніп, сыра ішуді үйреніп алдым. Қайтейін енді. Жалғыздық шашатып жіберді. Стипендияның жартысына бір бөлмелі тар пәтерде жалғыз тұрып жаттым. Ұсқынсыз келбетте болған маған ешкімде қарамайды. Солай жүргенде оқуды бітіріп жұмысқа орналастым. Бірақ жұмысым үнемі жол үстінде. Командировкада жүремін. Бірде жұмыстарымды еті бітірген қонақ үйге барып, босқа жатқанша ертерек қайта берейін деп пойызға билет алуға тура келді. Солайша сөмкемді жинап вокзалға шығып кеттім. Билет алу оңай болғанымен, біздің пойыздардың жағдайы мүлдем есімнен шығып кетіпті. Адам лық толы. Купеге билет алғаным қандай жақсы болған. Пойыз орнынан жылжумен мен орныма орналасқым келмеді. Сөйтіп дәлізде ары-бері сандырақтап жүріп алдым. Сол арада жанымнан өтіп жатқан жұп вагон ресторанға барып тамақтану жайында сөз естіп қалдым. Осы уақытқа дейін
Пойыздарда ресторанның болатынын еш білмеппін. Шайқалған пойызда әр қадамымда абайлап басып, вагон ресторанға да жетіп алдым да, осып тұрған үстелге отыра кеттім. Сэндвич пен ішімдік алып айналамдағы адамдарға қарай бастадым. Қарсы беттегі орта жастардағы жұпқа көзім шалды. Ер кісі маған теріс қарап, ал келіншек болса маған оң қарап отырған. Алдарында сыра мен чечел болатын. Алдымен әйелдің қолаң шаштары, сүйкімді жүзі, жылтыраған тырнақтарына мән бердім. Бірақ қызушылығымды жаулап алған үстелдің астынан көрініп тұрған мини юбкасы мен түп-түзу ұзын аяқтары еді. Қанша қарамауға тырыссам да, еріксіз көзім түсіп кете береді. Сіздерде де болатын шығар осындай мезеттер. Қарамайын десең де еріксіз қарап қоясың. Осылай өзіммен өзім күресіп отырғанда әлгі әйелдің менің қарап отырғанымды байқап, маған қарап отыр екен. Ыңғайсызданып, көңілімді басқа жаққа аударуға тырыстым. Бірақ көп ұзамай қайта сол аяқтарына оралдым. Отырғанымда әлгі әйел тағы да мені ұрлық үстінде ұстап алды. Ұялғанымнан не істерімді білмей, орнымнан тұруға әрекет жасай бастағанымда ол әйелдің маған қарап жымиғанын байқадым. Яғни ем болмағанда қате түсінген жоқ деп түсіндім. Бірақ әйелінің жымиғанын осы тұста байқаған ері кері бұрылып маған қарады. Жұрттың көзінше жанжал шығармаса болар еді деп ойланып тұрғанда, әлгі ер кісі мейлінше сыпайылық танытып амандасты. Мен де амандастым. Басқа қайтемін. Сосын олар өздерінің әңгімесін жалғастыра бастады. Мен екінші сыраны айттырғанда темекінің таусылғанын байқадым. Ол кезде тамбурда темекі шегуге болатын еді. Сонымен асықпай сырамды ішіп отырып, кезекті станцияға тоқтағанда жүгіріп барып буфеттен темекімді алып бұрылсам, әлгі еркек жымиып артымда тұр екен. Жолда темексіз болмайды. Менің де темекім бітіп қалыпты деп жымиды. Дұрыс айтасыз деп вагонға беттегенде, егер қаласаңыз, біздің үстелге келіңіз, бірге ішейік деді. Әрине, неге болмасқа деп шақыруын қабыл алдым. Осылайша танысып, тез арада әңгімеміз жарасып кетті. Жұбайлар екен. Демалыста осылай саяхат еткенді жақсы көретінін айтты. Қалалар, табиғат, ауа райы, жұмыс жайында әңгімелесіп отырып уақыт өтіп кетіпті. Официант келіп, вагон ресторанның жабылатынын айтып ескерткенде кеш болып қалғанын сонда байқадық. Шынын айтсам, бұл жұптың өмірге көзқарастары жұмыстың қамымен қысылмай барлығына жеңіл қарайтыны қатты қызықтырды. Айырылғым келмеген еді. Осыны байқаған келіншек сыра алып біздің жанымызға кел, сонда жалғастырайық деп ұсыныс айтты. Ыңғайсыз болар деп тартынып тұрғанмын. Жоқ, онсыз да люкс вагондамыз, жанымызда ешкім жоқ деп қолымнан ұстап жетелей кетті. Осылайша жаңа таныстармен барып, олардың купесінде жалғастырдық. Сыра деп жеңіл қарайтынымыз болмаса, негізі көбірек ішсең, әжептеу мас болып қаласың. Бізде аз ішпеген едік. Үшеуміздің де мас болып қалғанымыз байқалады. Мен болсам, әлгі әйелдің аяқтарынан көзімді алар емеспін. Мас болғандықтан болар, тесіліп қарап отырмын. Ол болса мұны ашық айтып, әзілге айналдырып күлкіге қарық болып отыр. Біраздан кейін ысып кеттім деп шешіне бастады. Менің реакциям жай болып қалған. Не болып жатыр деп ойланып отырмын. Сол кезде әйелі, сен ысыған жоқсың ба деп жауабын күтпей күйеуінде шешіндіре бастады. Ондайды бұрын соңды көрмегенмен бақырайып қарап қалғанмын. Сол тұста әлгі әйел менің қолымнан ұстап, еш қысылма, біз үшін бұл үйреншікті жағдай деп өздеріне тарта бастады. Мастықтан болар, мен еш қарсылық көрсетпедім. Осылайша бір мезетте үшеумізде жалаңаш қалдық. Менің бар көңілім әйелдің жалаңаш денесінде. Не деген сымбаттылық, барлығы өз орнында. Ешқандай да артылықшылық жоқ. Осы тұста ол екеуі құшарлана сүйісе бастады. Жандарында мен мүлдем жоқтай.
тіпті байқар емес. Олардың бір-бірін аймалаған сахнасына қарап отырып, мен де қозып кеттім. Мұны байқаған олар мені ортаға алып, бірі ерінен сүйіп, екіншісі кеудемді уғалап, бір-бірімен орын ауысып, күн тимесінде аймалап, мені мүлден есімнен ауыстырып жіберді. Ары қарай не болғаны толық есімде жоқ. Мүмкін мастықтан болар, мүмкін басқа себептер. Бірақ тек кішігірім фрагменттермен ғана есімде қалған. Менің күн тимесіме тиіскен алғашқы еркек болды. Сосын әлгі әйел екеуміз бір-бірімізді сүюге тырысқанымыз есіме түсті. Ертеңіне басым ауырғаннан жарылып кете жаздаған. Үшеумізде жалаңаш, көзімізді ашқаннан су іздеп, шөлімізді қандырып алған соң, айналамызға қарап, түнде не болғанын еске түсірумен болдым. Жаңа төсектестерім оянғаннан соң жуынып, шайынып, бірге шай ішіп алдық. Өте жақын адамдардай болып кеткен, біртүрлі айтып түсіндіре алмаймын. Бір түн ғана сонда ер адамнан ләззат алдым. Тіпті тегін пәктігімді сыйлай салғаным-ай. Олардың есімін, нөмірін сұрамаппын да, асығып түсетін жерде түсіп қалдым. Көп ұзамай пойыздағы төсек майданының залалын тарттым. Олардың ауруы бар екен. Соңғы кезде жағдайым болмай жүрген. Тіпті қатты қышунулар, сөйтсем пойыздағы қака ерлі зайыптылардың ауруын өзіме қабылдаппын. Өте ұзақ емделіп, әбден қажыдым. Осы оқиғадан соң еш уақытта белден төмен жерді ойламауға өзіме уәде беріп, жалғыз өмір сүруге бел будым. Қазіргі таңда жалғыз басты сұр бойдақпын. Мысықтарым бар. Соларды бағып өсіріп, уақыт деген зымырап өте шығады. Осы өмірде туған анама, туыс қызға әлі күнге дейін қатты ренжулімін. Балалық шағымның күл-талқанын шығарды. Бәлкім тұлға ретінде дұрыс қалыптасқанымда қазір бақытты өмір сүретін едім деп кейіпкеріміз сөзін аяқтады.